Органика деген не? Органикалық қосылыстар нешеге бөлінеді? Жалпы сендерге органика туралы барлық лайфхактарды айтып өтейін. Ең бірінші өкілі алкандар. Формуласы CN H2N плюс 2 жұрнағы ан. Барлығы ішінде дара байланыс болады. Қаныққан реакцияға қиын түседі. Алкендер CN H2N формуласы N деген жалғау жалғанады. Бір ана қос байланыс болады. Олар бром суын түсіздендіреді. Алкендер CN H2N минус 2 жұрнағы ин. Оның ішінде бір үшеселі байланыс қана орын алады. Қанықпаған өте активті. Одан кейін арендер бензол секілді ол жұрнағы жалғанады. Бензол сақинасы бар әрқайсында және де ерекше иісті береді. Спирттер OH тобы, карбоксил тобы бар, ол деген жұрнақ жалғанады. OH тобымен міне айтып өткендей бірге сутекті байланысы бар. Одан кейін альдегидтер аль деген жұрнақ жалғанады. SOH тобы бар, күміс айна реакциясына түседі. Күміс оксидімен. Карбон қышқылдары қышқылы деген аттың барлығы ол бізде карбон қышқылдары. SOH тобы және де лакмусты қызартатын бізде органикалық зат. Күрделі эфир OH деген жұрнақ жалғанады. SOO тобы бар, ортасында көріп тұрғандарында екі жағынан да радикал жалғауға болады. Хош иісті жемістің иісін береді. Міне, жалпы айтқанда органикалық қосылыстардың әрбіреуінің ерекшеліктері, жұрнағы, жалпы формуласы дәл осылай болады.